екі жолың болады деймін да. Осыны сен идеология ретінде қабылдасаң. Бірінші әрекетің, сен осы елден көшіп кетесің. Бұл парадигманы қабылдасаң, бұл ұстанымды қабылдасаң, сен бұл елден көшіп кетуге мәжбүр боласың. Қайда көшесің? Сұрадым ғой, қайда көшесің? Қай жер саған азаматтық береді? Мысалға, көшкеннен кейін сен бүкіл туыстарың, бүкіл тарихың, бүкіл тамырларың бәрі осы жерде. Қайда? Сирияға көшесің бе? Қазақстан Сириядан 742 адамын қайтарып алып келді. О жерге ештеңеге жарамады. Көрдіңіз ба? Ал ең мықты экономикасы бар Сауд Арабия. Ең мықты Сауд Арабия экономикасы. Ол жерде туған біздің қандастарымыз бар. Сол жерде туған, бірақ ешқашан ол паспорт ала алмайды ол елдің. Оған азаматтық бермейді. Көрдіңіз ба? Демек сен ол жерде де азамат бола алмайсың. Екінші сынып бір көше тазалайтын, сондай бір төмен бір